Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 40-шы бөлім. Сода. Ауыздың сілекей қабатын қорғап, қалпына келтіру үшін тамақтанғаннан кейін ас содасынан 85 грамм, тұздан 85 грамм екеуін қосып араластырып суға езіп ауызды шаяды. Бас ауруының себептерінің бірі асқазан қызметінің бұзылуынан, әсіресе қышқылдығынан. Осындай жағдайда бір шөкім ас содасы салынған бір стакан қан жылым сүт іше қойса басылады. Ішекті тазарту үшін ас содасы мен клизма жасайды. Бір рет жасауға шай қасық ас содасы жеткілікті. Тістің түбі қатты ауырған жағдайда ас содасын суға шылап саусақпен жағады. Артынан тіс щеткасымен ысқылайды. Асқазанды тазарту үшін литр суға үлкен ас қасық сода қосылады. Ас содасын қойыртпақтап суға илеп тіс тақтарын тазалауға болады. Егер сіздің шашыңыз майлана берсе, қайзыға қаптап кетсе, басыңызды жуар алдында шай қасық соданы стакан қайнаған суға ертіп, басыңызды ысқылаңыз. Терлей беруге, терінің жағымсыз иісін жоюға тер шығатын дене бөлігін содамен ысқылайды. Егер осы видеодағы қарапайым күнделікті өмірде тұтынылатын сода туралы ақпарат ұнаған болса, арнамызға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.